Қайырлы күн, сүйікті менің оқырмандарым. Бүгін осындай әдемі болып шығатын, дәміне енді сөз жоқ, осындай уылдырықтан котлеттің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен шанышқы мен уылдырықтан жұқа салафан тәріздес, яғни пленка сияқты қаптаған нәрседен ажыратып алып тастаймыз. Оны алмасаңыз, котлеттіңіз әдемі болмайды. Әбден араластырамыз шанышқының көмегімен, уылдырықтарымыз сұйықтау болып, әдемі болып тұрады. Енді осының үстіне тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң бір жұмыртқа салып, тағы араластырамыз. Үстіне 3 ас қасық ұн қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Міндетті түрде блендермен немесе ет тартқыштан өткізіп алып, пияз қосамыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Пиязды туроға болмайды, себебі котлет арасынан көрініп тұрады. Енді бір жұмыртқа салып, үстіне 3 ас қасық ұн салып араластырамыз жақсылап. Ұнымыз бірігіп, барлығы әдемі болу керек. Енді 3-ші жұмыртқамызды салдық, үстіне 3 ас қасық ұн қосып, әбден араластырамыз. Негізі жұмыртқа котлетімізге ерекше дәм береді. Формасын ұстап, әдемі қылып шығарады. Сол себептен жұмыртқа мен ұнды сәйкестендіріп сала отырасыз. Сіздікі қоюлау болса, жарты жұмыртқа салсаңыз болады. Қасықпен құйылатындай сұйықтық болу керек. Енді табамызды қыздырып, кішкене май құйып, орташа отқа қойдым. Бірінші 2 данасын пісіріп көрейін, алдымен дәмін, түсін көру үшін. Кішкене домалақ пішінге келтіріп, 2 жағында пісіретін боламыз. Өзіңіздің қалауларыңызша, орташа үлкен көлемде пісіре бересіздер. Міндетті түрде бетін жауып пісіреміз, май шашырап жан жағын бүлдіруі мүмкін. Жиегі алқызыл түске енген кезде, екінші жағына аударамыз, 2 минуттай піседі. Өте әдемі болып, ортасы күшті көтеріліп піседі. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Өте әдемі, ешқандай шашырамай, формасын ұстап пісті. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Ас болсын!